Құрметті көрермен, Атырау өңірлік коммуникациялар қызметі алаңында теңіз кен орнындағы жағдайды толық түсіндіру үшін онлайн баспасөз мәслихатын бастаймыз. Мен сіздерді спикерлермен таныстырып кетейін. Атырау облысының денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Гүлнафис Станбаева және ТШО компаниясының үкіметпен және қоғаммен байланыс жөніндегі бас менеджері Рзабек Артығалиев. Добрый день, уважаемые телезрители. В прямом эфире начинаем пресс-конференцию о ситуации на Тенгизском месторождении. Наши сегодняшние спикеры — заместитель руководителя управления здравоохранения Гульнафис Станбаева и генеральный менеджер компании ТШО по связям с правительством и общественностью Рзабек Артығалиев. Гульнафис Абдылдақызы, сөз кезегі өзіңізде. Қайырлы күн, құрметті Атырау облысының тұрғындары. Қайырлы күн, құрметті Атырау облысының тұрғындары. Бүгінгі күні облысымызда 36 жағдай тіркелді. Коронавирус анықталған. Оның бүгінгі күні 4 жағдай қосылып отыр. Барлық облыстық ауруханаға жатқызылған науқастардың жағдайлары медициналық қызметкерлердің бақылауында. Бүгінгі күні осы 36 науқастың екеуінің жағдайы ауыр жағдайда, бір адамның жағдайы орташа ауырлықта, екі ауырлық жағдайдағы жасанды желдету аппаратына қосылған. Осы айтылған науқастардың барлығына симптоматикалық вирустық протоколға сәйкес емдері тағайындалды. Барлығы осы медициналық қызметкерлердің, инфекционист дәрігерлердің бақылауында. Қалған науқастардың 33 науқастың жағдайы жақсы. Бүгінгі күні жаңағы ТШО-дан келген COVID-19 инфекциясы анықталған 50 жастағы азаматша мердігерлік компанияда жұмыс жасайды. Денсаулығына шағым айтып, 5 сәуір күні өздеріне қарасты жеке медициналық клиникаға барған. Осы клиникада ем тағайындалып, 6 күні COVID вирустық инфекциясына анализ алынып, Атыраудағы ұлттық сараптама орталығында осы анализдің результаты 7-нен 8-не қарағанда анықталып, оң нәтиже беріп, осы мердігерлік компанияның медициналық көмек көрсету санитарлық автокөлігіменен облыстық нөмір 2 аурухананың инфекциялық ұйымдастырылған стационар бөліміне жеткізілді. Бүгінгі күні науқастың жағдайы жақсы, толық медициналық қызметкерлердің бақылауында. Осы анықталған жердегі қайдан қалай жұқтырғаны жөнінде эпидемиологиялық ошақта анықтау жұмысы жүргізілуде. Аталған науқаспен тікелей қарым-қатынаста байланыста болған 10 шақты адамнан бүгінгі күні Жылой аудандық орталық ауруханасы мен сол жердегі тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің мамандарымен біріккен мобильдік топ құрылып, осылардан анализ алып, бүгінгі күні Атырау қаласындағы ұлттық сараптама орталығына анализдері жөнелтілді. Сонымен қатар потенциалды контакт байланыста болды деген 50-дің үстіндегі азаматтар анықталып, осы Теңіз аймағында орналасқан карантиндік ашылған орталықтарға оқшауландырғанын қаперлеріңізге береміз. Бүгінгі күні бұған дейінде осы облыс әкімдігіменен облыстағы бас санитардың нұсқамасымен бірге облыстық денсаулық сақтау басқармасының маманы және осы тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитетінің қызметкерлері 27 наурыз күні аталған теңіз аймағына барып, ол жерде ашылатын, осы дайындалатын карантиндік орталықта қарап кеткен болатын. Сонда берілген ұсыныстары менен сәйкестендіруге байланысты бүгінгі күні жаңағы 90 обсервациялық 87 провизорлық орын дайындалды деген мәлімет берді. Сонымен қатар Жылой ауданының әкімшілігінің ұсынысыменен Теңіздің басында осы ситуациялық ахуалды анықтау мақсатында бір ақпараттарды жинайтын орталықты ашу жөнінде ұсыныс берілген болатын. Бүгінгі күні осы жұмыстарды әрі қарай жалғастыру жөнінде барлық облыстық денсаулық сақтау басқармасы атынан және осы мердігерлік компанияларға еліміздегі Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің шығарылған
қаулысына сәйкес және Атырау облысы бас санитарының қаулысына сәйкес барлық көрсетілген нұсқаудағы көрсетілген барлық нұсқаулықтарды орындау жөнінде талапты күшейту жөнінде, себебі осы Теңгиз мекенінде орналасқан қаншама өндірістік компаниялар бар екен біле отырып, осы жұмысты санитарлық эпидемиологиялық жағдайын күшейтуді және сонда еңбек етіп жатқан жұмысшылардың жеке бастарының гигиенасын сақтау жөнінде үлкен бірнеше кездесулерде өңірлік штабтарда да осы компаниялардың өкілдеріне анық түрде жеткізіліп айтылған болатын, хаттама толтырылып, ол хаттамалардың барлығымен танысқандығын қаперлеріңізге береміз. Сонымен қатар осы облысымыздағы барлық медициналық мемлекеттік және жеке медициналық клиникалардың басшылығыменен кездесулер ұйымдастырылып, семинарлар, онлайн семинарлар Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің жіберілген бірнеше рет онлайн семинарлардың қайдан қалай өткізілетіні жөнінде, осы протоколдарға сәйкес қалай іс-әрекет ету алгоритмі жөнінде барлық ақпараттарды бірдей таратылған болатын. Сондықтан алдағы уақытта да осы өндірістік өңірде жұмыс жасайтын барлық осы жұмысшыларды қамтамасыз ететін медициналық клиникаларға қайтадан атап өткім келеді. Осы қаулыда анық көрсетілген соңғы шыққан 30 наурыздағы 30 қаулымен қатар сәуірде шыққан 31 қаулыда анық көрсетілген іс-әрекет ету алгоритміне сәйкес барлық көрсетілген пункттерді басшылыққа ала отырып, нұсқаулықты және өздерінің қарауында жасайтын қызметкерлерін таныстыра отырып, инструктаж өткізуді және соны сол мекемеге қарасты жаңағы барлық осы тыңдап отырған компаниялардың басшылары да басшылыққа ала отырып, осы жұмысты күшейту қажеттілігін қайтадан қаперлеріңізге бергіміз келеді. Бүгінгі күні облысымыздағы облыс әкімдігінің қолдауыменен, өңірлік штабтың ұсынысыменен еліміздегі ірі өндірістік компаниялар бар екен, бұған дейін де атап өткен болатынбыз. Соның ішінде осы ТОШО компаниясы да осы медицина саласына, халықтың арасында ковид инфекциясының таралмауына, оның жол бермеуіне алдын алуда үлкен демеушілік көрсетіп отырғанын атап кеткіміз келеді. Оның ішінде барлық қажетті жеке бас қорғаныш заттарымен қатар, осы бүгінгі күні өздеріңіз біліп отырған бірнеше ашылған провизорлық стационарға және карантиндік оқшауландырылған стационарларға қажетті заттарменен қамтамасыз еткендігін айта отырып, алғысымызды білдіргіміз келеді. Рахмет. Рзабек Даутұлы, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет көп. Но сегодня утром Теңгизшевройл был проинформирован о том, что у одного из работников компании «Осман Кашаган», задействованного в лагере Ватернас, который находится на территории вахтового поселка Теңгиз, выявлен положительный результат на COVID-19. Хочу подчеркнуть, что данная компания не является прямым подрядчиком или субподрядчиком ТОШО. Данный работник и его сосед по комнате, как уже проинформировала замруководителя облздрава, в настоящее время госпитализированы в инфекционный стационар города Атырау. Что у нас в настоящее время? В настоящее время принято решение было государственными органами. Выезд с Тенгизского месторождения пока полностью запрещен. Въезд разрешен только для грузового транспорта, включая продовольственные грузы. При въезде осуществляется обязательная термометрия водителей. Недавно только первостепенный, как, конечно, мы всегда говорим, но и не говорим, но и мы считаем, что нашей первоочередной задачей компании Теңгизшевройл является защита здоровья и обеспечение безопасности нашего персонала и людей, проживающих в тех населенных пунктах, где мы работаем тоже. Да, нами были усилены санитарно-гигиенические меры задолго до объявления в стране чрезвычайного положения. А именно, были внедрены меры по социальному дистанцированию, были подготовлены места изоляции, приняты меры по ограничению перевахтовки, установлено 4 санитарных поста по периметру Тенгиза, осуществляется температурный скрининг и также удаленное
работа для сотрудников офиса. Нами осуществлен вывоз персонала, принадлежащего группе высокого риска. В настоящее время совместно с акиматом области нами осуществляется вывоз, то есть неоперативного персонала. Хочу особо подчеркнуть, что на данный момент воздействие на особо важные работы не оказано. ТШО продолжает осуществлять свою производственную деятельность в штатном режиме, а также продолжает осуществлять реализацию проекта будущего расширения. Кроме того, как уже подчеркнули, нами совместно с местными органами власти по их просьбе мы оказываем, конечно, и поддержку населению по социально значимым, особенно по медицинским оборудованиям, как уже было отмечено, это на сумму где-то мы уже в прошлый раз я говорил, на 1 миллиард 300 миллионов тенге. Сверх этого мы закупили новое оборудование для тестирования для Национального центра экспертизы. Это ПЦР уже 3-го поколения. Нами еще также рассматриваются и другие заявки областного акимата. Но в целом, как я отметил, работа, производственный цикл на Тенгизе осуществляется в штатном режиме. Спасибо. Можете рассказать подробнее о зараженной, откуда она прибыла, или она жительница города Атырау? Хочу особо подчеркнуть по этому поводу. Персональные данные о любой больной, я считаю, не целесообразными его называть. Это все-таки персональные данные людей. Келесі сұрақ. Ватернасол қандай компания, немен айналысады? Ватермас деген компаниямыз айтып кеткендей, ол біздің тіпті подрядный да, субподрядный да организация емес. Сондықтан олар Тенгиздің басында олар өздері бір нені арендаға алды деген, біз мен де оны қазір анығын айта алмаймын. Онда тұрған лагерь, соның ішіндегі жұмыс жасап жатқан бұл азаматша, соның ішінде жұмыс жасап жатқан не комнаттарды, нелерді тазалайтын азаматша деді. Басқа менде одан информация жоқ. Рахмет. Келесі сұрақ. Сколько лабораторий, способных делать ПЦР-анализ, есть на Тенгизе? Вообще на Тенгизе у нас ПЦР у нас находится согласно государственному вообще регулированию, она регулируется законом, и она, это только то, что Минздрав, по-моему, если я ошибаюсь, пусть мне поправит замруководителя облздрава, тесты ПЦР только осуществляются Национальным центром экспертизы. Это они делают. И их анализы являются 100%. Мы сами проводить какие-либо такие уровни ПЦР-тесты мы не можем. Рахмет. Уважаемые телезрители, мы в прямом эфире. Если у вас возникнут вопросы, то вы можете отправить в наши социальные сети. Кроме того, көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Біздің бүгінгі тақырыбымыз теңіз кен орнындағы жағдайды толық түсіндіру үшін онлайн баспасөз мәслихаты. Біздің спикерлеріміз Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Гүлнафис Танбаева және ТШО компаниясының үкіметпен және қоғаммен байланыс жөніндегі бас менеджері Рзабек Артығалиев. Келесі сұрақ, Рзабек Даутұлы, сізге. Подрядчики, чьи сотрудники остались на карантине, будут набирать сотрудников Атырау? Будут ли проверять каждого на входе на вахту? Вопрос что-то я не понял. Подрядчики, чьи сотрудники остались на карантине, будут ли набирать сотрудников? На карантине где? Непонятно. Извините, конечно, я просто-напросто вопрос не понял. На карантине где? Карантин, как вы знаете, это объявляется государственными органами, где какой карантин, где объявлять. И поэтому какие подрядчики на карантине, если говорить по Тенгизу, то по Тенгизу пока карантин не объявлен.
А может быть, это жители других городов, которые вот остались на карантине, и вместо них будут ли набирать сотрудников уже в АТРАУ? Нет, мы уже нет. И если вопрос звучит так, что с остальных областей, которые находятся сейчас в пределах карантина, закрыты на карантин, нет, на их места не будет никто набираться. Я уже, как уже отметил, что у нас осуществляется вывоз даже с Тенгиза сейчас не оперативного или попросту сказать, не критичного персонала с Тенгизского месторождения мы сейчас осуществляем. Да. Для чего это делается? Это связано с тем, чтобы уменьшить количество людей на Тенгизе. Это опять-таки делается для безопасности людей. Это в первую очередь основано на этом. Мы внедрили правила дистанцирования. То есть люди должны там находиться на дистанциях, соблюдать дистанцию, чтобы это все для защиты от этого коронавируса. Точно так же там же есть столовые, и поэтому также тоже внедряются принципы дистанцирования. И для этого в целях сохранения в первую очередь безопасности и здоровья людей мы вывозим некритичный персонал. Рахмет. Почему сейчас она заболела? Может, еще имеются скрытые инфицированные? Ведь она же от кого-то заразилась или в эти дни выезжала в АТРАУ, да? Это тоже вопрос ко мне? Да. Что я не доктор, я не знаю. Идет расследование сейчас, наверное, ответит на это сам руководитель. Так, бүгінгі күні жаңағы айтып өткендей теңіз аймағында бірнеше компаниялар жұмыс жасайтын өздеріңіз білесіздер. Сондай бір компанияның бұл қызметкері болып табылады. Осы компанияны қызметін медициналық көрсетілетін медициналық пункті бар, арнайы жаңағы жеке клиника бар. Сондықтан бүгінгі күні қайдан қалай жұқтырған жөнінде бағана сөзімнің басында айтып кеткенмін. Эпидемиологиялық ошағын, эпиданамнезін және осы ауруға қатысты барлық жағдайларды анықтау мақсатында құрылған комиссия жұмысын жүргізілуде. Анықталған кезде ол қосымша хабарланатын болады. Бүгінгі күні ақпарат бойынша өздеріңіз білесіздер, 16 наурыздан бастап төтенше жағдай хабарланған бері әрбір мекеме, оның ішінде өндірістік мекеме, Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің қаулысына сәйкес осы қабылданатын іс-әрекеттердің нұсқаулықтың барлығы соған сай орындалу қажет. Ал бүгінгі күні ондай орындалмаған жағдайда әртүрлі компания болсын, өндірістік, мердігер компания болсын, солардың жауапты тұлғалары менен басшылықтары осы көрсетілген нұсқаулықтағы барлық ішіндегі жеке адамның басының жаңағы ауруды жұқтырмауы, одан әрі таралмауы жөніндегі ақпараттарды, нұсқаулықтарды барлығын тікелей жаңағы орындауы қажет екендігі барлығының қаперіне берілген болатын. Сондықтан жауапкершіліктің барлығы осы әрбір өндірісті қандай мекеме болатын болсын, қандай басқарма болатын болсын, солардың жаңа ұйымдастыру әрекет ету алгоритміне байланысты екен қаперлеріңізге береміз. Бұл жөнінде бір емес бірнеше рет айтып өткен болатынмын. Атырау облысы әкімінің жаңағы қаулысыменен шығарылған өңірлік штаб құрылды. Оның ішіндегі әрекет ету алгоритмі бекітілген болатын. Осыған қарасты барлық жауапты мекемелер мен басқармалардың келісімі арқылы бүгінгі күні осы әрекеттердің бәрі іске асуда. Рахмет. Гүлнәфис Абдылдақызы, сізге тағы бір сұрақ. Дәрігерлер алдын ала арнайы дайындықтан өтті ме? Қалай өтті дейді? Дәрігерлердің барлығы біздегі медициналық облыстағы мемлекеттік медициналық ұйымдардағы және жеке медициналық клиникалардың барлығына Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау министрлігінің жаңа ұйымдастырылуымен өткізілген және бекітілген нұсқама бойынша бізге Батыс өңірі бойып Ақтөбе мемлекеттік медициналық университеті Марат Оспанов атындағы сондағы жаңағы дайындалған бейінді мамандардың барлығыменен онлайн режимде жаңағы оқыту семинарлар өткізілген болатын. Осыған қарасты 600-ге жуық жаңағы бас дәрігерлерден бастап инфекционистер, эпидемиологтар, жауапты мамандардың барлығы осы инструктаждан, оқыту семинарларынан өтті. Бұлар одан әрі қарай өзінің қарауындағы жаңағы ұйымдарда медициналық қызметкерлерді сол жерінде ұйымдастыру жұмыстары өткізіліп, таныстыру семинарлары, инструктажды өткізгенін айтып өткен болатынмын. Бұл және бізге түскен барлық ақпараттардың барлығы жаңа қаулыға сәйкес өзіңіз білесіз ғой, ссылкасын барлық жаңағы
көрінетін жаңағы Facebook бар, Instagram бар, барлық сайттарда көрінеді. Сондықтан сол сайтқа тіркелу арқылы әрбір адам осында көрсетілген жаңа инструктажбенен, осында іс-әрекет етуменен жаңағы протоколдарға сәйкес жұмыс жасауы медициналық қызметкерлерге жаңа ресми өкілдер арқылы таратылған барлығының танысуға мүмкіншіліктері бар. Рахмет. Журналистерден сұрақ түскен екен. Базар Глезимова Астана телеарнасы, негізі бұл сұраққа бана жауап берілген болатын. Азаматша Теңгез вақтылық поселкесіне қашан кірген және қанша адаммен байланыста болып үлгерген? Бұл азаматшаның Теңгез жұмыс орнына қашан кірген жөнінде ақпарат бере алмаймын. Алайда жаңа денсаулығына байланысты медициналық пунктке 31-ші наурыз айында бірінші рет хабарласып, жедел респираторлы ауруыменен ем тағайындалып, емін алған. Одан кейін 5-ші сәуірде жаңағы денсаулығына шағым айтып, қайтадан медициналық пунктке қаралып, сол жерде жаңағы қызуы айтылған шағымдарына байланысты оқшауландырылып, одан алтысына анализ алып, кеше 7-сі күні 8-іне қарағанда анализдің қорытындысы бойынша бүгінгі күні оқшауландырылып, облыстық нөмір 2-ші ауруханаға инфекциялық стационарға салынған жөнінде. Қазіргі жағдайы қанағаттанарлық, барлық медициналық қызметкерлердің бақылауында. Рысбек Дәуітұлы, мүмкін сіз айтып бере аласыз, қай күні вақтылық поселкеге кіргенін? Қазіргі таңда біз оның барлық сведениясының бәрін жинап жатырмыз, затынан оның барлығын хабарлауымызға болады. Рахмет. Рысбек Дәуітұлы, сізге тағы бір сұрақ. На Тенгизе внедрены новые технологии по обеспечению безопасности работ. Умные каски, датчики, улавливающие отсутствие перчаток. Помогают ли они теперь выявлять потенциальных зараженных? У нас на Тенгизе, как я уже сказал, не только на Тенгизе, у нас здесь в Атырауском офисе всюду осуществляется скрининг, как мы говорим, температурный, и это для всех обязательно. Мы закупили дополнительные санитайзеры, они установлены практически во всех помещениях сейчас. И поэтому то, что присуще индивидуальные средства защиты, они также и обходятся индивидуальными средствами защиты, те, кто находится на рабочих местах. Рахмет. Тағы да алып қосарларыңыз болса. Бұнда тағы бір сізге, Гүлнафис ханым, сізге сұрақ. Сколько контактных лиц было у заболевших? Бұған сіз бана жауап берген болатынсыз. Негізі орысша айтып берсеңіз. На сегодня выявлена пациентка, уже госпитализирована в областной больнице номер 2. Сейчас находится под наблюдением медицинских работников. Состояние стабильное, удовлетворительное. Выявлена на сегодня на месте в очаге работает комиссия. Близкоконтактных выявлено около 10 человек. Направлена мобильная бригада, взято у всех анализы. Они отправлены. Дополнительно сообщим о результатах. Потенциальных контактных тоже изолированы в карантинном стационаре. Около 50. Да, тағы бір сұрақ. Отправили списки сотрудников от компании «Вакимат» для предоставления выездов в РУ в связи с производственной необходимостью обслуживания банкоматов, но ответа не получили. Где можно узнать, внесли ли сотрудников в списки разрешенных для выезда в районы Атырауской области? Да, это на сегодня во всех блокпостах работает ответственные органы, и на сегодня с нашей стороны управлением здравоохранения медицинские работники тоже наблюдают в этом же блокпостах. На сегодня все в пропускном пункте выезжающие все под контролем, они все списки на веб-портале, ответ разрешительный даются это оперативным штабом. Рахмет. Разабек Даутович, вам еще один вопрос. Около 15 тысяч работников тенгизского месторождения из других городов. Интересует, продолжат ли они свою работу после окончания карантина? Я уже как говорил, здесь нет никакой такой демобилизации, такого нету. Здесь идет просто вывоз на период чрезвычайного положения, на период этой ситуации, которая происходит сейчас, с COVID-19.
И поэтому сейчас некоторые, мы говорим, некритичный персонал, они хоть и отправляются домой, но им выплачивается заработная плата в соответствии с законом Республики Казахстан, в соответствии с коллективными договорами и с теми рекомендациями, которые дает Тенгизшевройл им. И поэтому это не означает, что мы кого-то там или сокращаем, или что-то делаем. Мы сейчас их просто вывозим до того, чтобы сейчас уменьшить, я говорю, численность на тенгизском месторождении для защиты нашего и охраны здоровья наших людей. И поэтому то, что это осуществляется, оно и будет, эти проекты будут продолжаться, они будут. Если ситуация все нормализуется, войдет в нормальное русло, то и проект будет, все те проекты, которые, или те работы, которые были не критичные, они все равно будут доводиться до конца. Сейчас я понимаю, что сейчас многие вопросы задают даже те, кто находится на Тенгизе, из других городов. Они тоже говорят, мы хотели бы выехать домой. Но, ребята, все должны понять на сегодняшний день, что чрезвычайное положение объявлено по всей стране. И многие города сейчас закрыты на карантин. А карантин, он регулируется особым положением. И поэтому мы сейчас проводим работу с государственными органами, так как вы знаете, что Атырау находится на карантине, не осуществляется никаких внутри казахстанских рейсов нет, остановлены все практически поезда, и поэтому сейчас осуществлять вывоз некритичного персонала с других городов, она пока еще на сегодняшний день не решен. Но мы это дело решаем сейчас с соответствующими государственными органами. И поэтому, пожалуйста, будьте терпеливы, этот вопрос рассматривается, и об этом мы дополнительно сообщим об всех решениях. Рахмет. Гүлнафис Абдылдақызы, сізге тағы бір сұрақ. Бана Рзабек Дәуітұлы айтып кеткендей, олар ТШО компаниясы осы коронавирусты жұқтыртқан науқастарға және де солармен жұмыс жасап жатырған дәрігерлерге көптеген дәрі-дәрмектер алып берді. Солар қазір қалай пайдаланылып жатыр, қандай мекемелерге жіберілді? Бағана сөзімнің басында айтып кеткендей, сөзімді растаған Рзабек Дәуітұлы да айтқандай, бүгінгі күні сол берілген демеушілікпен келген заттардың барлығы комиссиямен қабылданып алынып, жаңағы айтылып кеткен бүгінге дейін өздеріңіз білесіздер, 1770 орынға карантиндік орын ашылғанын, 340 провизорлық орын ашылғанын, 135 орындық инфекциондық стационар ашылғанын, солардың барлығында бүгінгі күні медициналық құрал жабдықтар ол жеткіліксіздігі және бүгінгі күні барының барлығы да олар қолданыс үстінде болғаннан кейін олардың жыл өту тозығы болатынын білесіздер. Сондықтан осы қазіргі шұғыл жағдай кезінде еліміздегі бүкіл әлемде болып жатқан ковид инфекциясының тез таралуына, оның ішінде біздің өңірдің жаңағы барлық аймақтармен тікелей байланысты екенін білесіздер. Сондықтан бұл ең қажетті дер кезіндегі үлкен көмек болды деп есептейміз. Сондықтан оның барлығы осы айтылған жаңағы орталықтардың барлығына, сонымен қатар ол тек осы айтылған 3 жаңағы ұйымдастырылған стационарлық емес, оған дейінгі өздеріңіз көріп жатсыздар ғой, әрбір ошақтан, үйден, тұрғылықты мекен жайы бойынша табылған жерлердің барлығынан да анализдер алып, эпидошақты анықтап, соның барлығына барып жатқан біздің облыстағы барлық медициналық қызметкерлер болады. Олардың ішінде жаңа инфекциялық стационарда тікелей қызмет жасайтын болса, оның бер жағындағыларда тікелей оны анықтау жолында барлық қызметтерді атқарып жатыр. Соған қажетті бүкіл осы жеке бас қорғаныш құралдары менен қажетті медициналық құрал жабдықтардың барлығы жаңа атап өтілген осы аталған жаңағы мекемелердің барлығына қажеттілігіне қарай, сұранысына қарай бөлініп беріліп жатыр. Оның барлығының есебі жүргізіледі. Өзіңіз білесіз, мемлекеттік бюджеттен де қаражат бөлінетін болса, ол демеушілікпен келетін болса да, оны мына үлкен Тенгизшевройл компаниясы бөліп отырсақ та есебі
жүргізілетін зат қой, оның барлығының сол есебі бойынша алдағы уақытта есеп беріледі. Қазіргі таңда менің сіздерге айтатыным, халыққа өтініп сұрайтынымыз және талап ететініміз осы елде болып жатқан, әлемде болып жатқан ковид инфекциясының тез таралуы, оның ішінде біздің өңірімізде де бүгінгі күні фактілердің оң нәтиже беріп тіркелуі, соған қарамастан барлық ақпараттардың әрбір қолданатын жаңағы интернет жүйесі арқылы қолданып біліп отырып, танысып отырса да, бірнеше рет айтып отырсақ та, әлі күнге дейін жаңағы бейресми әртүрлі роликтерді жіберіп, жалған ақпарат таратудың өзі осы қаулыда көрсетілгенін, аудио-видео роликке жаңағы ошақтарды түсіру, я болмаса медициналық қызметкерлерді түсіру, я болмаса медициналық қызметкерлердің өзі іс-әрекеті кезінде түсіру ақпараттары, бұлардың барлығы жаңағы айтылған төтенше жағдайда тыйым салынады. Осының бәрін сіздермен қайта-қайта осындай тікелей кездесуде де, осы ақпарат беруде де, ресми жаңа интернет ресурстарда да беріп жатсақ та, соның жолына жаңағыдай әрекет етуі әр күнге дейін тоқталмай отыр. Оның өзі үкіметте Қазақстан Республикасы бойынша әкімшілік және қылмыстық жауапкершілікке тартылатынын алдыңғы брифингте болғанда да Ішкі істер департаментінің жаңа қызметкер басшысы айтып кеткен болатын. Сондықтан сіздерді осы облыс халқын, осы әкімдігінің артынан, денсаулық сақтау басқармасы атынан істелініп атқан бүгінгі күні біршама жұмыстарымыздың далаға кетірмей, осы аурудың алдағы уақытта да жол бермеуіне әр қайсыңыздың жауапты екендеріңізді, бірінші орында денсаулық өздеріңізге қажет екенінің, ең денсаулықтың адам өмірінің бірінші жолда қымбат екенін, оның Конституцияда жазылғанында айтып отырмыз. Сондықтан бұнда ең қарапайым жолы нұсқаулықты орындап карантинде бол деді ма, үйдің карантинінде жеке бастың гигиенасын сақтап, ең қарапайым этикеті, қол жуу этикеті менен жаңағы біздің қызметкерлердің өзінің арасында да қорғаныш құралдарын пайдаланған кезде дұрыс пайдалану қажеттігін, оны жұқтырып алмау жолын жоғары өзіне талап қоя білу қажеттілігін атап өткім келеді. Сондықтан бұл кезеңде атқарылып жатқан іс көп, барлық республика деңгейінде, өзіміздің өңірімізде. Сондықтан сенімділік, төзімділік, барлығыңызды осы бірігіп, біз біргеміз деген атқа сай, осы ковидқа жол бермеу жолында іс-әрекеттерді сөзбен емес, іспен дәлелдеп, бір-бірлеріңізді қолдауларыңызды сұраймын. Рахмет. Разабек Даутович, если у вас есть что добавить, обращение к гражданам, к сотрудникам, рабочим. Я вообще полностью поддерживаю то, что сказал замруководитель облздрава по этому поводу. Надо все-таки такой ситуации, которая находится сейчас в стране, особенно не нагнетать. Вы уже слышали и обращение первого президента, и президент страны по этому поводу говорит. Давайте, как говорится, в этой трудной ситуации быть вместе, поддерживать друг друга. Ну и всем здоровья. Спасибо. Құрметті көрермен, осымен теңіз кен орнындағы жағдай тақырыбындағы баспасөз маслихаты тамам. Егер де сіздің сұрақтарыңызға жауап бере алмаса, ол сауалдар келесі баспасөз маслихаттарында жеткізілетін болады және жауап берілетін болады. Уважаемые телезрители, на этом пресс-конференция о ситуации на Тенгизском месторождении подходит к концу. Если мы не успели ответить на ваши вопросы, то ответы на них будут озвучены на следующих пресс-конференциях. Мен еске сала кетейін, біздің бүгінгі спикерлеріміз Атырау облысы денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Гүлнафис Танбаева және ТШО компаниясының үкіметпен және қоғаммен байланыс жөніндегі бас менеджері Рзабек Артығалиев. Аман сау болыңыздар. Всего доброго.